Саламатсыздар ма, құрметті партнерлар. Бүгін сіздерге мынау Юшэнь Юань физиотерапиялық ультразвукты аппаратын қалай қосу керек, соны көрсетемін. Сіз коробканы ашқан кезде, коробканың ішінен осындай аппараттарыңыз шығады, чемоданчикті ашасыздар. И екінші коробкада бізде насадка, электродтар және осындай 3 шнур шығады. Ең бірінші шнур бұл тікелей тоққа жалғанатын шнур. Оны мына жерге тығамыз. Камераның жақында. Мынау основной тоққа кететін ең алғашқы шнур. Екінші бізде насадка. Насадка бізде всегда аут бірде тұрады. Міне, насадканы аут бірге саласыздар. Егер аут 2-ге сап қойсаңыздар, насадка жылымайды. И третий процесс ол бізде электроды. Міне, үшінші шнур, басы мынандай пустой болады. Тоже бұны аут 2-ге тығасыздар. И всегда электродтармен бірге осындай 2 пакетик сіздерде артық электрод болады. Соның біреусін ашасыздар. Сол кезде ішінен осындай әрбір пациентке қолданатын одноразовый электродтар шығады. Соларды мына басына жалғайсыздар. Міне. Осылай жалғадыңыздар. Получается у вас 2 рабочих шнуров. Ол біреусі электродтар, то есть контакт. Екіншісі главная насадка, которой мы работаем. Біз жұмыс істейтін насадка мынау. Ендігі кезекте міне моделіміз дайын. Мен қазір сіздерге қалай модельге жасау керектігін көрсететін боламын. Міне поверді басасыздар, қосасыздар. Сол кезде сізде осындай экран пайда болады. 4 модулі бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші модульмен. Енді біз основной жұмыс істейміз. Бірінші мына жерде тайм дегенді қосамыз, яғни уақыт. Егер уақытты қоспасақ, басқа кнопкалар басылмайды. Міне. Уақытқа 30 минутқа қоямыз. Екінші біз модульді таңдаймыз, яғни біздің жұмыс істейтін модуліміз модуль 4. Mode 2, please select the output strength. Mode 3, please select the output voice closure. Дауысын бастысақ болады, яғни өшіп жанып тұрған, демек сол модульда тұр деген сөз. Міне, значит, бірінші тайм, екінші модуль 4, второй у нас температура. Міне, температураны LM H-қа қоямыз. Температура всегда бізде H-пен жұмыс істейміз. Енді қазіргі таңда біз 30 минут уақытқа қойдық. Температураны H-қа қойдық, модуль 4, дәл осылай насадканы 20 минут қыздырып қоямыз. Пока насадка қызғанша біз пациентімізді дайындай береміз. Бізге пациентпен жұмыс істеу үшін массажное масло керек, одноразовые перчатки, салфетка, чтобы убрать масло и, конечно же, компанияның кремі. И приступаем к работе. Енді біз міне пациентіміз дайын. Мынау 2 электродты аласыздар. 2 электрод пациенттің седалищный нервіне жабысады. Седалищный нерв, то есть жамбастағы 2 шұқыр бізде седалищный нерв деп аталады. Егер кейбір адамда шығып тұрады, кейбір адамда білінбей тұрса, на ощупь кіріңкі жерін қарайсыздар да, сол жерге прям электродты приклеивайте. Міне, пленкасын алып, то есть приклеивайте на именно шұңқыр зонаға, на седалищный нерв. Следующий этап, то есть мы қазір дайындадық электродтарды. Енді біз қазіргі таңда мынау майзды пациенттің арқасына толық жағып шығамыз. Бұл майз не үшін керек? Бұл майз бізде 9 трав деп аталады. Компанияның майзы, то есть проникает на костный мозг. Мынау жұлынға өтеді бұл майз. Сол жұлынға өтіп, әртүрлі денедегі ауруларды емдеуге, соларға өту арқылы қабыну процесін басуға арналған майз болып табылады. Егер пациент қатты ауырып кеп тұрса, желательно осы майзбен жақсылап жағып жасаңыздар. Майзды аямай жағу керек, желательно. Чтобы у нас был, то есть процесс выздоровления болу үшін майзды көбірек қолдануымыз керек. Міне, қолдарына да жағып жатырмын пациенттің. Обильно, прям көп қып шылқылдатып жақсаңыздар болады кремді. Потому что аппарат кремнің өте терең тіндерге өтуіне көмектеседі. Поэтому аямай жағыңыздар. Майзды жағып болғаннан кейін біз міндетті түрде үстіне массажное обычное масло жағамыз. Бұл біздің насадка еркін жүру үшін. Майзды көбірек жағастырда, майды көбірек жақпаңыздар, тек қана мынау темір насадкамыз еркін қимылдау үшін жалпы жағып шығасыздар.
егер пациенттің кожасы құрғақ май сіңіп кете беретін болса, жағыңыздар, өйткені насаткамыз жылжымай қалады майсыз. Мына жерлерін өшіре сал. Қазір бізде насатка жылыды, қатты ысымайды, но жылы болып тұру керек ұстаған кезде. И осы насатканы прям пациенттің құймышағынан бастап, мына жерде ең бірінші біздің меридиандар, точкалар осы құймышақтан басталады. Адамның мына позвоночнигінің бойында ішкі ағза болсын, барлық тіндердің бізде точкалары орналасқан. Сол точкаларға біз мынау аппаратпен жүру арқылы сол точкаларды оятамыз, активный точкалар, меридиандар, чакраларды ашамыз. Содан біздің адам ағзасында ояну процесі жүріп, әртүрлі қабыну процестері болсын, ауру болсын, жазылуға бейімделеді. Бастайық енді. Міне, мынау точкадан бастадық. Мынау адамның денесіне насатканы қоямыз, и міне насатканы қойып тұрып, уже адам денесіне содан кейін барып, мынау диапазонды қосасыздар. Адам сезгенше, адамнан сұрап тұрасыз. Сезгенде айтыңыз, пациент. Сездің ба? Нормально ма, қосайық ба? Нормально. Міне, 8-де уже пациент сезді. Бұл, то есть, пациенттен сұрайсыздар, кейбіреу 8-де сезеді, кейбіреулер 10-да, кейбіреу 20-да, кейбіреу 50-де сезеді. Сондықтан сізде постоянно пациентпен контакт болу керек, сұрап, қай жері жайсыз, жайлы бәрін сұрап анықтап отырасыз субъективный методпен. Қазіргі таңда бізде пациенттің ең бірінші зонасына точкаға жабысып тұр. Бұл точка бізде көбінесе малый таздың органдары. Это яичники, матканың қабынуы болуы мүмкін. Бізде пациентте матканың болмаса яичниктердің қабынуы бар деген сөз. Насатка прям жабысып тұр. Жабысып тұрса күтеміз. Себебі бұл аппарат бірінші ауруды анықтайды. Сол жерге 3 секундта анықтап, 30 секунд бойы жабысып, сол ауруды анықтап жазады. Міне, қазір жіберді, мен арқарай аппаратпен жүргізе бастаймын. Яғни, ең бірінші процесс бізде мынау позвоночниктің бойымен асықпай, мынау басқа дейін насаткамен баруым керек. Енді қараңыздар, мен қазір беліне келдім. Егер адамда белінде протрузия, грыжа, болмаса ішкі органдарына бір запор болатын болса, осы белдің точкаларында тартады. Енді біз сізге қазір практически көрсетіп жатырық, бірақ теоретически сабақтарда точкаларды, меридиандарды айтып өткен болатынбыз. Қай жерде қай меридианы бар, сол меридианмен жұмыс істейсіздер, және сол меридианның активный уақыттары болады. Сол активный уақыттарда үлгермесеңіз, пассивный меридианның уақыттарында жұмыс істесеңіздер болады. Сол кезде сіздің емдеріңіз нәтижелі болмақ. Міне ең бірінші осы позвоночникпен до конца жүріп шығамыз. Прорабатывайте, то есть әр точкаға қарайсыздар. Былай қарай тез-тез кетіп, былай жүру деген жоқ насаткамен. Бұл аппараттың сути мына денеге, бүкіл денеге битіп тарқатып шығу емес, определенный точкаларға жүру арқылы ауруды анықтап жазу. Соны түсініп алыңыздар. Сондықтан да позвоночниктің өзімен сіз асықпай әрбір точкаға тоқтап жүріп отыруыңыз керек. Аппарат өзі сезген, болмаса қабынуы, ауруы бар точкада өзі тоқтап қалады, жүрмей. Соны сезіп отыруыңыз керек. Міне, ақырында біз уже мынау соңғы мойын омыртқасына келдік, Міне. Кішкене диапазонды көтерсек болады, себебі мойын омыртқа жақта бізде пациенттер онша сезбейді. Міне. Егер гипертония, бас аурулар болса, осы бастың точкасын алып келсеңіздер болады аппаратта. Осы жермен кішкене ұзағырақ жұмыс істейсіздер. Міне, бізде мынау бастың точкасы бар, мына жердегі точка бар, және міне мына иықтағы 2 точка бар. То есть осы 3 точка бізде замок деп аталады. Міне осы точкалармен әрқайсымен 30 секундтан жұмыс істеулеріңіз керек. Міне жаттап алыңыздар. Бірінші точка бастың, екінші точка, үшінші иықтың тура міне мына жердегі точка болады. И келесі мынау точка. Көрдіңіздер ма? Иығын көтеріп жатыр. То есть пациентімізде бізде, возможно, шейна остеохондрозы бар. Мынау иық жақтарыңыз талама негізі. Көрдіңіздер ма? То есть подтверждает пациент. Иық жақтары талады, басы ауырады. То есть осының бәрі мынау холканың кесірінен, болмаса осы жерде бір препятствияның нәтижесінен
жаңағы бас дұрыс не насыщается кислородом или кровообращением, содан бас ауруы, мойынның талуы болуы мүмкін. Вот сондай жағдайларда, және ондай жағдайлар бізде өте жиі кездеседі. Вот сондай жағдайларда осы замокпен жақсылап жұмыс істеулеріңіз керек. То есть міне өттік, енді келесі процесс жәнінен параллельный бағытта төмен қарай жүреміз. Өйткені қараңыздар, мынау ортада бізде омыртқа жотасы, одан кейін омыртқаның екі шетінде массажист болсаңыз білуіңіз керек, мынандай екі қалың бұлшық ет бар. Бұл паравертебральные мышцы деп аталады. Сол омыртқа мен бұлшық еттің арасында да бізде меридиан өтеді екен. Акупунктурный точки бар. Сондықтан да бірінші омыртқадан до конца жүрдік, 3 точканы қамтыдық. Қайтарда тура сол вдоль омыртқаның жанымен параллельно өтіп төмен қарай жүреміз. Омыртқаның жанымен. Мен енді видеода кішкене тезірек көрсетіп жатырмын. На самом деле сіз әрқайсына асықпай тоқтап жүрулеріңіз керек. Вот. И келесі этап бізде также уже келесі омыртқаның бойымен также мен жоғары қарай асықпай насадкамен жүріп отырамын. Так қайталап айтайын, енді мен видео болған кейін тез көрсетіп жатырмын. На самом деле вы каждый несіне бүйтіп тоқтап жүріп отыруларыңыз керек. Мынау точкаға қайтадан келесіздер. Ждете. И следующий этап бізде былай зигзаг вариантта жүрсе болады. Міне. Тоже асықпай, аптықпай, зигзаг боп, мынау боковой бұлшық еттер дейді ғой. Боковой бұлшық еттермен жүріп өтесіздер. Насадкамен жұмыс істеген кезде мынау насадкаға қолдарыңыз темірге тиіп кетпеу керек. Тек қана мынау жаңағы нені ұстайсыздар, пластмассты ұстайсыздар. Мынаған қолдарыңыз тимесін, өйткені тоғырады. Одан кейін майлап болғаннан кейін перчатканы шешіп тастаңыздар. Мынау майлы болмау керек. Егер майлы болса, қолдарыңыз сырғып, мына темірге тиіп кете беретін болады. Поэтому қолдарыңызды майлап болған кейін одноразовый перчатканы шешіп тастап, таза майсыз құрғақ қолыңызбен жұмыс істейтін болуыңыз керек. Міне. Егер мынау сторонада боковой жерде бір тоқтап қалған жері болса, аппарат тартып қалған жері болса, мысалға бүйрек жағында тартып қалады, кейбір адамның мынау қабырға арасында тартып қалады, күтіп тұрасыздар, аппарат өзі жіберу керек. Егер жібермесе, сол жерде ұстап күтіп тұрасыз әрбір точкада. Енді бізде пока тартып жатқан жоқ, мүмкін біздің пациентімізде ол жағында аурулары болмауы мүмкін. Әр адам индивид, сондықтан әр адам бұл аппаратқа әр түрлі былайша айтқанда реакция береді. Енді мынау боковой сторонасында біз жүріп өттік, также зигзаг. И келесі этап, также мына позвоночниктің бойымен, позвоночниктің бойындағы нелерді өстіп зигзагообразно жүріп өтсек болады. Негізі массажда бізде позвоночникке, яғни осы позвоночный столбқа массаж жасауға рұқсат етілмейді, бірақ біздің именно биоэнергетический аппаратпен керісінше осы омыртқа жотасымен жүруге рұқсат етілген. Өйткені бұл тек қана адамның физикалық состояниясымен емес, психикалық состояниясымен де жұмыс істейді. Себебі биоэнергетикалық массаж деп аталып тұр ғой. То есть қандай жағдайда болмасын, сіз 3 күн адамның арқасымен тура мен жаңа көрсеткен линиялармен өтуіңіз керек. Ол не үшін? Себебі чакралар ашылады, меридиандар ашылады. Чакра мен меридиандарды мен сіздерге кеше түсіндіріп өткен, яғни кез келген орган бізді өзі определенный меридианнан тұрады. Егер қандай да бір чакрамыз жабық болмаса, меридианымыз жабық болса, онда адамның уже организмдегі кейбір қызметтері бұзылып, ол бір жайсыздыққа келуі мүмкін. Сондықтан да бұл аппарат бізде тек қана адамның психикалық состояниясымен емес, сонымен қатар физикалық состояниясымен де жұмыс істейді. Яғни аппараттан кейін адамның кішкене көңілі көтеріліп, біраз энергетикасы ашылып, энергия пайда болып, адам көп жұмыс істеп кетуі мүмкін. То есть оның бәрі бізде ожидаемый процесстер. Одан кейін адамның осы немен жұмыс істегеннен кейін аппаратпен адам терлеуі мүмкін, мочегонить етуі мүмкін, үлкен дәретке баруы мүмкін, ауырсынуы мүмкін. То есть аппараттан кейін оның бәрі қалыпты жағдайлар, шошымаңыздар. Бір күнде адам
адаммен 40 минут болмаса 1 сағат жұмыс істейсіздер бірінші күні. Қалған 3-ші күннен бастап қана 1 сағатқа дейін жеткізсеңіздер болады. Желательно алғашқы 3 күн 40 минут жұмыс істеңіздер. Яғни арқасы аяғымен істейтін болсаңыздар, арқасына 20 минут, аяқтарына 20 минут. Енді арқаның целый массажын көрдіңіздер. Остеохондроз, сколиоз, лордоз, кифоз, әртүрлі арқаның больдары болса, тура осы методпен жұмыс істейсіздер. Мынау ауруда қалай жұмыс істеймін, ана ауруда қалай жұмыс істеймін деген жоқ. Барлығы осы линиялармен жұмыс істейсіздер. Чакралар ашылады, аппарат тартатын жерін тартады, өзі анықтайды, соның нәтижесінде результат болады. Келесі мен сіздерге қолмен жүретін процесті көрсетейін. Қолмен жүретін кезде ең алдымен қолдың сыртынан бастаймыз. Біз аппаратпен, значит, шынтаққа жұмыс істемейміз. Жауырынның ұштарына, сүйектерге жұмыс істеуге болмайды. Мына жерде білекке, буындарға аппаратпен жүруге болмайды. Тек қана бұлшық еттермен жүреміз, міне. Мен шынтағымен өтпеймін, айналып өтемін да, сыртынан былай қарай жүремін, міне. Алақанды ұзағырақ, міне көрдіңіздер ме, еріксіз жиырып жатыр пациенттің қолын. Яғни алақанда бізде өте көп точкалар бар. Ол точкалар именно ұзағырақ жұмыс істесеңіздер, чакралары ашылып, точкалар арқылы адамның кейбір процестері қалпына келуі мүмкін. Яғни метаболизм, зат алмасу деген сияқты. Міне, осылай асықпай жүресіздер. Ішкі жағымен, мына жерін тартып жатыр, бізде пациенттің көбінесе қолы ұйыған кезде осы жақтармен ұзағырақ жұмыс істесеңіздер болады. Бұл қолға қалай массаж жасаймын? Міне, егер иығында болатын болса, міне иығымен осылай жұмыс істейсіздер. Міне, иықтың ұшымен, міне қолтықтың мына жерде де бізде точка бар. Осы точкамен ұзағырақ жұмыс істеп, өстіп айналдырып отырып, қолмен жұмыс істесеңіздер болады. То есть медицинское образование не обязательно, то есть кез келген адам аппаратпен жұмыс істеп үйреніп алуына болады екен. Егер үйлеріңізде науқас адамдар болса, ДЦП балалар болса, послеинсультовый больнойлар болса, осы аппаратты алып жұмыс істеп, тіпті табыс көзіне айналдырсаңыздар да болады. Енді келесі кезекте сіздерге аяқтың массажын көрсетейін. Аяқтың массажын бастау үшін мынау адамның қолының ортаңғы саусағы қай жерден бітіп тұр, бітіп қойған кезде сол точкадан, бұл главная точка болып табылады, сол точкадан бастап массаж жасаймыз. Мынау сыртқы меридиан. Осылай сыртқы меридианмен асықпай до конца жүріп өтеміз. Міне. Осылай кетесіздер. Потом мына жерден мен аяққа бармай бұрылып ішкі жақтағы меридиандармен жүріп өтемін. Қараңыздар. Ішкі жақтағы меридиандармен. И содан кейін ғана барып ортаға өтемін. Ортадағы бізде мынау крупный седалищный нерв болып табылады. Мына жерге жасауға болмайды, бірақ бүйтіп үстінен тез-тез өтіп кетсеңіздер болады. Осылай жұмыс жасайсыздар. Міне. Одан кейін мына жерде бізде главный точка бар, тобықта. Осы точкада ұзағырақ ұстасаңыздар болады. Бұл точка өте көп процестерге жауап береді. Міне ішкі жақтағы точка бар. Міне 4 не жоғары, мысалға өкшеден 4 саусақ жоғары мына жерде орналасқан ол точкамыз. Міне осылармен былай жұмыс істесеңіздер болады. Мен яғни былай сыртқы линиямен келдім, одан ішкі линияға өттім, одан мына жаққа қарай мына жерге үшін төмен түстім, я. Енді келесі процесті тура жаңа арқадағыдай мен зигзаг положенияда өткіземін. Бірақ мен сияқты тез-тез істемеңіздер, енді менде көрсету видеосы болған не жылдам істеп жатырмын. Сіздер асықпай, әрбір точкадан жай асықпай жүрулеріңіз керек. Міне. Егер аяқ қақсайтын болса, артрит, артроз, гонартроз диагноздарында тура өстіп аяқпен ұзағырақ 20 минуттай, 30 минуттай бір аяқтың өзімен жұмыс істейсіздер. Мысалға, кез келген диагноз келеді ғой, пусть это будет аяқтың диагнозы болса да,
өкшенің диагнозы болса да, міндетті түрде сіздер 3 күн арқаны қосып жасайсыздар. Мысалға сізге пациент гонартроз, тізенің артрозымен келді. Ол пациент айтады, аяғыма ғана жасап бер дейді. Олай болмайды. Сіз 3 күн бойы арқасы, то есть арқа аяқ 3 күн бойы арқасымен жүресіз, аяғын қосып. Тек 4-ші күннен бастап қана, тек қана өзі айтқан аяғына ғана жасасаңыздар болады. Соны еске сақтаңыздар. Одан кейін денемен аяқ қосылған кезде біз мына жерге шейін ғана жасаймыз, табанды қоспаймыз. Табан қосылады тек қана, 4-ші күні біз тек қана аяққа жасаймыз ғой, сол кезде ғана сіздер табанды қоссаңыздар болады. Бірден барлығын жасау адамға өте ауыр, себебі бұл физиотерапиялық аппарат. Енді көрдіңіздер, табандыкін көрсетейін. Табандыкін тура солай. Міне табанда бізде мына жерде главный центральный ядерная точка бар, бұл ұйқыға, адамның неврологиялық жағдайына әсер етеді. Табанына да ұзағырақ жасасаңыздар болады. Себебі табанда да білесіздер, алақан сияқты бізде точкалар өте көп. Сол точкаларды прям жақсылап активировать етіп ашу үшін табанына ұзақ дәл осылай жұмыс істесеңіздер болады. Өкшесіне ұзағырақ ұстап тұрыңыз. Табанына, плоскостопие, пяточная шпора, болезни голеностопного сустава, осындай кездері тура өстіп аппаратпен табанында жұмыс істейсіздер. Табаның күшті болып жатыр ма? Сезіп жатсың ба? Ұйықтап қалды пациентіміз. Негізі пациент ұйықтаса во время работы, значит, сіздің жұмысыңыз успешно жүрді деген сөз. Себебі аппарат успокаивает нервную систему, орталық нерв жүйесін, вегетативті нерв жүйесін қалпына келтіреді. Сондықтан да бізде пациенттер ұйықтап қалады. Егер ұйықтап қалса, қуаныңыз, демек сіздің жұмысыңыз өте жоғарғы дәрежеде болды деген сөз. Енді менің пациентім ұйықтап қалды, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына табан қатты тартып жатыр, видимо, бұл кісіде табанынан өте көп суық өткен сияқты. Қазір оянғаннан кейін сұраймыз, себебі мынау дызылдатып жатыр да, табанның бәрін вибрация болып ысытып. То есть насадка ысытатын жерде ысытады, тартатын жерде тартады, тоқтайтын жерде тоқтайды, жіберетін жерде жібереді. Запомните раз и навсегда. То есть здесь работаете не вы, а аппарат. Сіздер емес, аппарат жұмыс істеп жатыр. Сіздер тек қана точкалармен насадканы жүргізіп отырсаңыздар болды. Қалған жұмыстардың бәрін аппарат өзі тындырады. Аяқтың массажы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі этап біз адамның алдыңғы бөлігіне қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Партнерлар, қараңыздар, қазір сіздерге пациенттің алдыңғы жағына қалай жасаймыз, сол процесті көрсетемін. Алдыңғы жағына ауыстырған кезде, міне, мынау электродтарды прям пациенттің осылай шатына клеить ететін боласыздар. Мынау электродтар артқы жағында қалып кетпесін. Алды жағына осылай прям трусигінің ішіне бетіп жабыстырасыздар. Ер адам болса да, әйел адам болса да, өстіп электродтардың орнын алдыңғы жаққа қарай ауыстырасыздар. Көріп тұрсыздар, иә? Мазьды жағып алдым, майын, то есть кремін. Одан кейін үстіне майды жағып дайындап қойдым, ары қарай сіздерге көрсетейін. Алдыңғы жақтың массажы бізде всегда мынау кіндіктен басталады. Кіндіктен бастау алады. Осы жерге мына жағын жауып қоямыз, чисто эстетический вариант. Міне, осы жерден бастайсыздар. Сездіңіз ба? Міне қараңыз, диапазонды көрсет. Бұл кісіге жаңа арқасына 8-бен істегенбіз, қазір мына алдыңғы жағында 22. Өйткені, возможно, бұл кісіде іш жағында кішкене воспалительный процесс бар деп ойлаймын. Маткаңыз, кішкене воспаление бар ма сізде? Ішіңіз ауырады ма? Во время месячных ауырады, иә? Көріңіздер ма? То есть жаңа арқа жағында сезген жоқ, бұл кісі 8-ге шейін апардық, то есть сезіп қойды. Ал іш жағында біз 22-ге апарғанда, міне 24-те енді сезіп жатыр. То есть, демек, алдыңғы жағында воспалительный процесс көп деген сөз. Міне кіндіктен бастайсыздар, содан сәл төмен түсіріп, кіндікті мынау малый оборот дейді, бұл бізде тонкая кишка, өстіп айналдырасыздар. Бірақ мен сияқты, опять-таки, повторюсь, тез айналдырмайсыздар, жай каждый точканы прорабатывать етмін. Кіндіктің айналасындағы мынау 4 точка ғой, соны прям әрқайсысын былай 30 секундтан міне өстіп қойып, 30 секунд деген 30 рет іштеріңізден санайсыздар.
сөйтіп айналдыруыңыз керек. Бұл малая кишка, то есть тонкая кишка. Енді сізге егер адамда запор болып толстая кишкасымен проблема болатын болса, уже оборот сіздерде уже үлкенірек болады, иә. Қазір біз толстая кишкамен жұмыс істеп жатырмыз. Тоқ ішек дейді, яғни. Өстіп сағат тілімен айналдыра отырып жасайсыздар іш жағына. Асқазан ауырса да, панкреатит, гастрит, одан кейін холецистит ауруларында осы техникамен жасайсыздар. Гастрит болса, міне асқазан жолына кішкене қойып өтсеңіздер болады. Егер ауру болатын болса, сол жерді тартып қалады. Асқазан ауырса, асқазанның точкасын тартып қалады. Ал егер яичниктер, цистит, простатит болса, ер адамда да, әйел адамдарда да, мынау низ живота дейді, қарының астыңғы жағымен, прям мына жерлермен жұмыс істеуіміз керек. Әйелдерде әсіресе бала көтере алмай жүрген әйелдер, месячный дұрыс келмейтін әйелдер, гормональный баланс, выделение көп келетін цистит, тура осы низ животамен ұзағырақ жұмыс істейсіздер. Міне. Анау диагнозда қалай жұмыс істеймін, мынау диагнозда қалай жұмыс істеймін деп сұрап жатасыздар, міне тура өстіп осындай диагноздарда. Одан кейін қайтадан кіндігімен келіп, кіндігінің айналасын өтіп, үлкен обороттарға өтесіздер да, уже міне мынау бізде қабырға ғой, мына қабырғаға жасауға болмайды, одан кейін мына жамбастың сүйектеріне жасауға болмайды, жұмсақ тіндердің бәріне былай жасай берсеңіздер болады. Зигзаг образымен. Қабырғаның ұшына тимейсіздер, мына үстіндегі бұлшықеттерге жасауға болады. Мысалға, егер адамда бронхит, бронхиальный астма болса, өкпемен жұмыс істеу керек қой. Сол кезде осылай әр несімен точкамен бүйтіп ұзағырақ ұстап жұмыс істеп шықсаңыздар болады. Міне. Ал енді біз осы техникамен жасадық, бізге жоғары қарай өту керек. Ол кезде біз мынау прям төс сүйегімен жоғары қарай өтеміз. Енді мен мына жақты көрсетпей қойын, себебі YouTube қабылдамай қояды ертең күні. Мынау төс сүйекпен тіке өтесіздер былай қарай. Егер емшекке жасау керек болса, сасоққа тимейміз, емшектің айналасын айналдыра жасай бересіздер. Егер емшекті тарту керек жағдайда, болмаса бір мастит болып қалса, жасай берсеңіздер болады айналдырып осылай. Сағат тілі бойымен айналдырасыздар, сасоққа ғана жасауға болмайды. Одан кейін міне, мына жақта бізде крупный лимфоузелдер бар, анатомияны көрсеңіздер, соларды ашу үшін прям осы жағына асықпай жасай беріңіздер. Мына жерде бағанағы айтқан точка. Егер ешқандай щитовидная железасы увеличен болмаса, мойында ешқандай патология болмаса да, мысалы мойнына уже жасай бересіздер міне. Бірақ пациентте имплант жоқ па, тістерінде протез жоқ па, соны қарауларыңыз керек мойынға жасаудың алдында. Қолдың алдыңғы жағы болса, міне осылай қолдың алдыңғы жағымен былай шеткі меридиандардан бастап үш айналдыра жасай бересіздер. Жаңа артқы жағын жасадық, енді қазір қолдың алдыңғы жағын көріп тұрсыздар, иә? Міне. Дәл осылай насадкамен жасайсыздар. Енді қазір сіздерге аяқтың алдыңғы жағымен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетемін. Тура жаңағыдай ортаңғы саусақтың біткен жерінен бастайсыздар. Сыртымен полностью мына меридиан бізде главный. Сол меридианмен жүріп өтесіздер. Бұл жерде мына большеберцовая кость бар, оның үстімен жүруге болмайды, тіземен жүруге болмайды. Мына жердегі жаңағы нелермен, сүйектермен жүруге болмайды. Тек қана бұлшықеттермен жүріп өтесіздер осылай. Егер аяқтарында суырып, тізе аурулары болса, міне осылай жұмыс істейсіздер. Ұзағырақ ұстаңыз, үстімен, шетімен, то есть тізенің өзіне тиіспейміз, айналдыра жүріп отсаңыздар болады. Диапазонды қадағалап, пациентке ауыр болмау керек. И мынау ішкі меридианмен кетіп, ортаға қарай көшіп, міне зигзагообразный, тура бағанағыдай асықпай осылай өтсеңіздер болады. Аяқтың алдыңғы жағымен жұмыс істеу зоналары аз болғандықтан жерге көп уақытты алмайды. Бірақ осы тізесі көбінесе голеностопный сустав, осы коленный суставпен келеді, пациенттер сол кезде осы зоналармен жақсылап жұмыс істесеңіздер болады.
То есть неге былай ұстап тұрамыз? Потому что аппарат образует вакуум, и кейбір адамдарда жабысып қалады. Сол аурудың бәрін сорғаны, ол сорғанын күтіп тұрамыз. Мысалы, былай жабысса, осылай күтіп тұрыңыздар. Егер былай жабысып қалса, осылай, мына жағы жабысып қалса, осылай күтіп тұрасыздар. Бірақ түзенің өзіне болмайды, тек қана айналасы арқылы емдейміз. Артроз, гонартроз дегендерді. Партнерлар, сіздерге толық және түсінікті болды деп ойлаймын. Қандай диагноз болмасын, дәл осылай жұмыс істейсіздер. Егер білмеген сұрақтарыңыз болса, әрқашанда менің жекеме шығып, диагноздарды айтып, менен консультация алсаңыздар болады. Бұл бір. Екіншіден, пациентпен жұмыс істеп біткеннен кейін міндетті түрде өзіңізде жылы су ішесіз 50 градустағы, және бір стакан пациентке де жылы су бересіздер. Неге? Себебі бұл бізде аппарат ішкі майларды, шлактарды, токсиндерді жібітеді. Соны біз су арқылы айдап сыртқа шығаруымыз керек. Желательно пациентке де сол күні суды әдеттен тыс көбірек ішуін сұрауымыз керек, себебі іштегі барлық жібіген нәрселерді су арқылы айдап шығару керек организм. Бұл аппарат, значит, шлактарды тазалайды, одан кейін терлетеді, мочегонить етуі мүмкін. Соның нәтижесінде иммунитетімізді көтеріп, зат алмасу процесін, метаболизмді қалпына келтіріп, жазылу процесі орын алады. Ең бастысы чакра мен меридиандарды ашуды ұмытып кетпейік. Осымен практикамыз аяқталды.